Biz kevdege qatelikte boldu bizden key жерде Үйретуден жалықпаған ұстаздар Жанашырда бола білдің көп жерде Қош бол енді мектебім менің Сенде оқып, сенде көктедім Қоштасар сәттің алтын ояңмен Байқамай қалдым, келіп жеткенін Қош бол енді мектебім менің Сенде оқып, сенде көктедім Қоштасар сәттің алтын ояңмен Байқамай қалдым, келіп жеткенін Ұмытпаймыз біз сіздерді мәңгілік Жадымызда бейнең тұрар жаңғырып Келешектің алтын нұрын сепкендей Алдымыздан арайланды таң күліп Қош бол енді мектебім менің Сенде оқып, сенде көктедім Қоштасар сәттің алтын ояңмен Байқамай қалдым, келіп жеткенін Қош бол енді мектебім менің Сенде оқып, сенде көктедім Қоштасар сәттің алтын ояңмен Байқамай қалдым, келіп жеткенін Қоштасар сәттің алтын ояңмен Байқамай қалдым, келіп жеткенін Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, аяулы ұстаздар, қымбатты оқушылар, қадірлі жас түлектер. Міне, бүгін қызығы мен қиыншылығы мол, әр оқу жылы қайталанбас, тарихқа толы мектептің мерекесі. Оқушылардың сыныптан сыныпқа көшіп, асыға күткен жазғы демалысқа шығарып салатын 2025-2026 оқу жылының аяқталуына арналған мерекелік салтанаты. Уважаемые гости, благодарим, что разделяете вместе с нами этот важный и трогательный момент. Ведь сегодня особенный день. День, когда школа прощается с выпускниками. Мы собрались здесь, чтобы с теплом в сердце, с гордостью и светлой надеждой проводить наших учеников во взрослую самостоятельную жизнь. Это не просто звонок, это символ прощания с детством, беззаботными школьными днями. Алтын мектебінің табалдырығынан үлкен өмірге ұшқалы отырған 2026 жылғы жас түлектерді қошаметпен ортаға шақырамыз. 11-ші А сынып, сыныпта 2 алтын белгі, бір ерекше үлгідегі аттестат үміткері бар. Сынып жетекшісі Базарбаева Гүлдина Нұрахметқызы, Педстарт республикалық қашықтық олимпиадасының жеңімпазы. Бірінші Ә
сыныпта бір алтын белгі, бір ерекше үлгідегі аттестат үміткері бар. Қалалық олимпиада жүлдегерлері спорт түрлерінен облыстық және республикалық жарыстардың жүлдегерлері білім алады. Сынып жетекшісі Орынов Мағжан Қанатұлы, ағылшын тілінен қалалық олимпиада жүлдегері. 11-ші сыныпта 3 алтын белгі үміткері бар. Сонымен қатар оқушылар арасында қалалық бәлік олимпиадалардың жүлдегері, спорттық, облыстық, республикалық деңгейдегі жарыстар топ жарып жүрген дарынды шәкірттер бар. Сынып жетекшісі Тілеуханова Ақтоты Серікханқызы. Мұғалімдер арасында өткен математикалық регата олимпиадасының жүлдегері. Приветствуем учащихся 11 Д класса, призеров городских и областных предметных олимпиад. Классный руководитель Ахмед Аида Борисовна. Бүгінгі мектебім саған мың алғыс атты салтанатты жиынымыздың құрметті қонақтармен таныс болыңыздар. Тілеуберлинов Мейірман, Аманат партиясының ардагері. Иманберлин Азат Қанатұлы, Жетісу облысы, полиция департаменті, Талдықорған қаласы полиция басқармасы жеке құраммен жұмыс жөніндегі бөлімінің бастығы, полиция майоры. Суниятова Ақбаян Асқарқызы, Жетісу облысының білім басқармасы мемлекеттік мекемесінің дене тәрбиесі, спорт, алғашқы әскери дайындығы және қосымша білім берудің ғылыми тәжірибелік орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директорының орынбасары. Өмертаева Күлшібек Тұрысбекқызы, қалалық әдістемелік орталығының бөлім басшысы. Абишева Ганима Каянқызы, 1987-2009 жылдарда мектеп директорының қызметін атқарған мектебіміздің ардагер ұстазы. Сектор Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы кіргізілсін. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, 2025-2026 оқу жылының аяқталуы, яғни мектебім саған мың алғыс атты салтанатты жиынымызды ашық деп жариялаймыз.
мектебіміздің жетістігі мен шәкірттеріміздің табысына әрқашан тілеулес болып, білім ордасының алтын діңгегіне айналған гимназия директоры Естібаева Жазира Камизанқызына алғашқы құттықтау сөз береміз. Қадірменді ұстаздар мен ата-аналар және аяулы шәкірттеріміз, сіздерді 2025-2026 оқу жылының сәтті аяқталуымен құттықтаймын. Биылғы оқу жылында мектеп ұжымы биік жетістіктерге қол жеткізді. Жоспарланған шараларды табысты еңсеріп, облыс мектептерінің әдістемелік алаңына айналды. Биылғы оқу жылында орта мектеп гимназиясынан 11 сыныпты 76 түлек қанаттанғалы отыр. Түлектеріміздің 6 оқушысы алтын белгі төс белгісін, 5 оқушы үздік аттестатқа үміткер. 9 сыныпты 147 оқушымен тәмамдап, оның ішінде 12 оқушы үздік аттестатына үміткер болып отыр. Биылғы оқу жылы мектебіміз үшін педагогтер мен оқушылардың толағай табыстарына жеткен жыл болды. Атап айтсақ, Жетісу ұстазы 2026 байқауының жүлделі 2-ші орын жеңімпазы, математика пән мұғалімі Тоқшылықова Ляззат Смағұлқызы, лучший учитель русского языка 2026 года байқауының жүлделі 2-ші орын жеңімпазы Жексембина Мейрамгүл Оразбаевна, Батырлар институты ұлттық рух пен құндылықтар сабақтастығы атты қалалық ғылыми тәжірибелік конференциясында жүлделі 1-ші орын иегері Еділғазыл Әділет Еділұлы. Оқушыларымыз олимпиададан жоғары орындар иеленді. Республикалық 5 пен 6 сынып оқушыларының пәндік олимпиадасының 2 оқушы жеңімпаз атанды. 5-ші Д сынып оқушысы Амелин Арыстан қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 1-ші орын, жетекшісі Абуғалиева Назым Қыдырғалиқызы. 5-ші Г сынып оқушысы Әбибұрат ұлы Абдурахман ағылшын тілі пәнінен 3-ші орын жүлдегері, жетекшісі Аубакирова Аяулым Серікболатқызы. Міне сол 2 оқушымыз бүгінгі біздің баннерімізді көркіне келтіріп отыр. Облыстық деңгей пәндік олимпиадасының жеңімпаздарын атап өтейін. 7-ші А сынып оқушысы Малгаджарова Айсұлу орыс тілі мен әдебиетінен 2-ші орын, жетекшісі Батырбек Айман Батырбекқызы. 7-ші А сынып оқушысы Сейітжан Жанерке қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 3-ші орын, жетекшісі Есенова Жанар Майлыбайқызы. 8-ші Е сынып оқушысы Ахмет Кәрім Каусар орыс тілі мен әдебиетінен 3-ші орын, жетекшісі Батырбек Айман. 5-ші Г сынып оқушысы Әбимұратұлы Абдурахман Алтын Саха математика пәнінен 1-ші орын, жетекшісі Тілеуханова Ақтоты Серікқанқызы. Сондай-ақ қалалық пәндік олимпиададан алған оқушылар, 1-ші орын алған оқушылар Мусабекова Сабира 11-ші сыныптар арасында президенттік олимпиада жүлдегері. 2-ші Қазақстан тарихы пәнінен Мырзагелді Бейбарыс, жетекшісі Ахмадиева Нұргүл Азаматовна. Сәмет Мадина құқық негіздері пәнінен олимпиада жүлдегері, жетекшісі Өскенбаева Құралай Сержанқызы. Қанат Іңкар қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен олимпиада жүлдегері, жетекшісі Скендирова Жанар Мұратқызы. Зерде және дарын ғылыми жобалар байқауының облыс жеңімпаздары 9-ші А сынып оқушысы Әлмұхамед Дәурен математика пәнінен 2-ші орын, жетекшісі математика пәні мұғалімі Тоқшылықова Ляззат Смағұлқызы. 9-ші В сынып оқушысы Сәмет Медина тарих пәнінен 3-ші орын, жетекшісі Өскенбаева Құралай Сержанқызы. 6-ші Ә сынып оқушысы Әлекей Жәния Зерде ғылыми жобасынан информатика пәнінен 3-ші орын, жетекшісі Шенгелбаева Надира Бегайдаровна. Аталған жетістіктер ұстаздар мен ата-ананың ортақ еңбегінің жемісі. Құрметті ұстаздар, оқушыға берген тәлім мен тәрбие, үлгі өнегеңіз өлшеусіз. Ұрпақ тәрбиелеу жолындағы толымды еңбектеріңізге алғыс айтамын. Ардақты ата-аналар, мектеппен әркез ынтымақта болғандарыңыз үшін бала бойындағы мейірімділік пен парасаттылықты, жақынға қамқорлықты, отанға деген сүйіспеншілікті үйрету жолындағы еңбектеріңізге зор екендігін айтып алғысымды білдіремін. Сыныптан сыныпқа көшіріліп отырған шәкірттерімізге жазғы демалыс қызықты әрі пайдалы өткізулеріңізге тілектеспін. Ал түлектерімізге айтарымыз,
Сіздер біздің үмітіміз, ел болашағының тұтқасын ұстайтын азаматтарсыздар. Сіздер үшін бүгінгі күн айшықты да айдынды, мерекелі де мерейлі, табысты да толғамды күнге айналып отыр. 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрседен қашық бол деген Абай атамыз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Ұлы тұлғаның ғибратты сөздері жадыңызда болсын. Алдарыңызда өмір жолында адаспай, табандылықпен, біліммен, адал еңбекпен жүріп, білім мен парасатты серік етіп, үлкен мақсаттарға жетулеріңізге тілектеспін. Уважаемые родители наших выпускников, сегодня это не просто день окончания школы, это начало новой, взрослой жизни для наших детей. Мы гордимся ими, гордимся их успехами и, конечно же, гордимся вами, родителями, которые воспитали таких замечательных, талантливых, умных ребят. Вы были и остаетесь для них самой надежной опорой, самыми верными друзьями и самыми добрыми наставниками. Любимые наши выпускники, в этот торжественный день я хочу пожелать вам удачи и упорства в достижении значимых для вас жизненных целей. Пусть вас всегда сопровождает крепкая школьная дружба, пусть помогают вам мудрые советы ваших родителей и напутствия ваших учителей. Пусть осуществляются ваши самые смелые мечты, надежды, стремления. Желаю уверенных шагов по дороге к своей заветной мечте, огромных сил и рвения для покорения новых высот, здоровья, любви и, конечно же, поддержки родных сердец во всех начинаниях. Жас түлек, келешегің кемел, болашағың нұрлы болсын. Сіздерге сәт сапар тілеймін. Келесі кезекте оқу жылының қорытындысы және 11 сынып түлектерінің мемлекеттік қорытынды аттестаттау емтихандарына жіберілу туралы бұйрықты оқу үшін сөз кезегін мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Скендирова Жанар Мұратқызына береміз. Талдықорған қаласы нөмір 14 орта мектеп гимназиясының 2026 жылғы 22 мамыр нөмірі 381Н бұйрығы оқу жылының аяқталуы туралы. Жетісу облысы Талдықорған қаласы Жетісу облысының білім басқармасы мемлекеттік мекемесінің 2026 жылдың 15 мамырдағы нөмірі 333 БНК бұйрығына сәйкес бұйырамын. 2025-2026 оқу жылының аяқталуына орай соңғы қоңырау салтанатты іс-шара 25 мамыр күні сағат 9:45 аралығында өткізілсін. Шараларға бітірушілердің мектеп формасымен қатысуын және барынша қарапайым түрде өткізілуі қамтамасыз етілсін. 1-11 сынып оқушыларына білімім отаныма тақырыбына бірыңғай сынып сағаттары өткізілсін. 1-11 сынып оқушылары арасында адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасының құндылықтарын насихаттау бағыттары бойынша білім алушыларды патриотизмге, бірлікке, татулыққа, заң мен тәртіп қағидаттарын дәріптеуге, Қазақстан Республикасы Конституциясында айқындалған адами капиталды, білім, ғылым және инновацияны дамыту қағидаларын дәріптеуге, жол қауіпсіздігі, судағы қауіпсіздік, интернет қауіпсіздігі, құқық бұзушылықтың алдын алу, буллингтің жолын кесу мәселесін түсіндіру, таза Қазақстан Республикалық бастамасын қолдауға, жазғы демалысты тиімді ұйымдастыруға, қосымша білім беру мен еңбекке баулу мәселелеріне ерекше назар аударылсын. Жазғы демалыс кезіндегі қауіпсіздік шаралары бойынша оқушылар мен ата-аналарға түсіндірме жұмыстары жүргізілсін. 9 сынып бітірушілері үшін қорытынды емтихан 29 мамыр мен 11 маусым аралығында, 11 сынып бітірушілері үшін 2-15 маусым аралығында өткізілсін. Негізгі және жалпы орта білім беру туралы аттестатты тапсыру салтанатты мектеп қабырғасында 17-18 маусым күндері өткізілсін. Оқу жылының аяқталу, мектеп бітіру кештерін өткізу барысында оқушылардың өмір қауіпсіздігі мен денсаулық жағдайы қамтамасыз етілсін. Педагогикалық этиканы сақтау және сыбайлас жемқорлық пен құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында ата-аналардан ақша қаражатын жинауға, аниматорлық агенттіктерді шақыруға, көлік жалдап шеру ұйымдастыруға,
үйлер мен ойын сауық орталықтарына бітіру кештерін ұйымдастыруға, сонымен қатар мектеп әкімшілігі мен мұғалімдерге сыйлық алу үшін ақша қаражатын алуға қатаң түрде тыйым салынсын. Осы бұйрық мектеп ұжымының назарына жеткізілсін және басшылыққа алынсын. Осы бұйрықтың орындалуын өзіме қалдырамын. Мектеп директоры Жазира Камизановна Естібаева. Талдықорған қаласы нөмір 14 орта мектеп гимназиясының 2026 жылғы 22 мамырдағы нөмір 382 Н бұйрығы 9-11 сынып оқушыларын қорытынды аттестаттауға жіберу туралы. Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрінің бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы 2008 жылғы 18 наурыздағы нөмір 125 бұйрығының талаптарына және мектептің педагогикалық кеңесінің 2026 жылғы 22 мамырдағы нөмір 5 хаттамасының шешіміне сәйкес бұйырамын. 2025-2026 оқу жылында негізгі орта және жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарының талаптарының орындаған барлық пәндерден жылдық бағалары қанағаттанарлықтан төмен емес 9 және 11 сынып оқушылары қорытынды аттестаттау емтихандарына жіберілсін. Бекітілген ережеге сәйкес қорытынды аттестаттау мерзімдері белгіленсін. Қорытынды аттестаттауды өткізу жөніндегі мектепшілік емтихан комиссиясының құрамы емтихандардағы бекітілген кестені және кезекшілік жоспарын әзірлеп бекітуге ұсынылсын. Емтихан материалдарының сақталуын және ашылу қағидалары қатаң сақталуын қамтамасыз етілсін. Қорытынды аттестаттауға жіберілген оқушылар және олардың ата-аналарын емтихан кестесімен, өткізілу форматымен және ережелермен таныстыру сынып жетекшілерімен пән мұғалімдеріне жүктелсін. 9 және 11 сынып жетекшілері пән мұғалімдеріне емтихан алдындағы консультацияларға кестеге сәйкес сапалы өткізуі міндеттелсін. Денсаулық жағдайына байланысты немесе жарыстар мен олимпиадаларға қатысуына орай қорытынды аттестаттаудан босатылатын оқушылар анықталған жағдайда олардың құжаттары білім басқармасының бұйрығы негізінде жеке бұйрықпен рәсімделсін. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Скендироваға жүктелсін. Мектеп директоры Жазира Естібаева. Уважаемые гости, ваши теплые пожелания и добрые напутствия станут огромным стимулом для наших выпускников. Слово для поздравления предоставляется уважаемой Галиме Гаяновне. мейрам біздің мектеп босағамызда 11-ші сыныпта бітіріп 76 форумда бізді ұстаздарды бақытты болғандарына сенеміз. Бүгінгі 9-ші класстың оқушылары сыныпқа кіріп ұстаздармен жақсы сөйлесіп, өздерінің ойын 10-ші сыныпқа жоқ колледжге ма, жоқ басқа мамандыққа баратын ойларын айтатын көрінеді. Бүгін міне біздің қасымызда кішкентай бүлдіршіндеріміз 1-ші, 2-ші класстың, 3-ші класстың балалары бірге сіздермен 11-ші, 9-ші класстың оқушыларымен бірге осы сында тұрып қуанып жатырдар. Қасымызда келіп бірге бізбен қуанып жатқан ата-аналар, сіздерге үлкен рахмет. Түлектерге ақ жол тілеймін. Келешекте мектепке кіріп ұстаздармен бірге болып сөйлесіп, ақылдасып, өздеріңіздің бара жатқан ақ жолдарыңызды
жақсылыққа салып осы мектепті бітіріп шыққанбыз деген ойларыңыз болсын. Бұл мектептің тарихы үлкен, 80-81 жылда ашылды. Сол жылдан бастап 10-11 класс оқушылар болды. Мектеп ашылғанда қазақ, орыс класстары болды. Осы біздің микроауданда 2-ші мектеп болды, 12-ші мектеп, содан кейін 14-ші мектеп. Алдында номері 20 деген 20, содан кейін бәрін жөндеп ретке салғанда 14-ші мектеп гимназиясы болды. Мен осы мектепте 87 жылдан бастап жұмыс істедім. Оның алдында Каранодос деген. Біздің орынбасарларым үлкен математик Тұрсым Алмабековна Алмабекова вела научно-исследовательскую работу Виктория Викторовна Курымбаева. Долгие годы они работают и работали в системе образования в области. Сауленова Ханна Калимулдаева и Богдан Сергеевич Оспанов. Хочется в их адрес тоже сказать много-много добрых слов, которые всегда поддерживали нашу планку школы гимназии номер 14. И большие слова благодарности педагогическому коллективу. Это тот самый творческий, самый такой молодой, с молодым зарядом коллектив, которые всегда работали во имя Родины, во имя знаний наших учеников, во имя уважения родительского коллектива всех классов. Я хочу сказать еще раз, ребята, с праздником, с последним днем, 25 мая, день окончания учебных занятий. И пожелать вам хороших, отличных успехов на предстоящих государственных экзаменах 9-11 классов. Добрый путь, дорогие! Келесі құттықтау сөз құрметті Тілеуберлинов Мейірманға беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, мектеп ұжымы, мұғалімдер, мұнда ата-аналар отыр. Бүгін әрбір баланың күнінде ерекше күн. Міне алдымызда кішкентай балалар тұр ғой, осы мектепке тарыдай болып, талдой болып шығып жатырсыздар. Міне оқу, бұның бәрі мектеп бітіретін түлектерге айтып жатқаным. Бүгін қандай бақытты бір ерекше күн әрқайсының өмірінде. Өйткені осы мектепке келіп, мінекей неше жыл білім алып, сіздерге деген мына мұғалімдар, мектеп ұжымы барлық білімін, тәжірибесін, көңілмен ниетін салып, сіздер тәрбиелеп, осы оқушыларымыз жақсы болса екен деген бар күштерін салып, міне соның жемісі деп есептеймін. Бүгін мына мен өте қуанып отырмын сіздермен бірге. Бір мектепте 6 алтын медалист бар екен, 5 жаңағы ерекше аттестат алатын балалар. Бұл деген бүткіл мысалы осы 14-ші мектептің ұжымының жемісі деп есептеймін. Енді қазіргі заманда өздерің білесіздер, мына мен неден де көріп жатырмын, кеше алдым 134 бала алып, осы қалада әзір одан артық ешкім алған жоқ қой деймін. Балса шығады. Сондықтан ол баланы бір ерекше құттықтаймыз осында барлықтан. Мына баланың өзіне көп байланысты. Кішкентайына келгенде үлкен азамат талпынып, азамат болысып, үлкен елімізге елеулі, халқымызға қалаулы азамат болуға тырысуы. Содан кейін
ата-ананың тәрбиесі, содан мына мектеп ұжымының тәрбиесі. Осының бәрі қосылғанда мына мектептің түлектері, оқушылар үлкен дәрежеге жетеді. Міне соның куәсі бүгін осынша балалар, жаңа айттым, осынша балалар мектепті бітіріп, осы алтын медаль алып жатқанда мен қуаныштымын. Ата-аналарды мектеп ұжымында осы жемісті еңбектерімен құттықтаймын. Қазақта өздеріңіз білесіз, Абай атамыз белгілі айтқан: өнерпаз болма әрнәге, өнерпаз болсаң арқалан, сенде кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан дейді. Міне сендерде бүгін осы мектептерін бітіріп, өмір жолына аяқтарыңды басып, өмірде өз орындарыңды табуға мен шынайы тілегімді білдіремін. Мына оқу бітіріп жатқан сіздерді шын жүректен бүткіл облыстық Аманат партиясының атынан, жалпы облыс жұртшылығының атынан сіздерді құттықтаймын. Сіздерге ақ жол тілеймін. Армандарыңыз орындалып, үлкен жетістікке жетіп, халқымыздың қалаулы, еліміздің елеулі азаматтар болуларына тілектеспін. Құтты болсын оқу жылдарының бітулерімен, ата-аналарды, оқушыларды да, мында мектеп ұжымына үлкен сондай ризашылығымды білдіремін. Осынша еңбек салып, мұнша медалистер дайындап жатқандарың. Жұмыстарың жемісті болсын. Ал енді менде бір кішкене уақыттарыңызды алышындай жақсы шара бар. Біраз азаматтарды мынау облыстық Аманат партиясының атынан құттықтауға алғыс хаттар бар. Соны осы шыққаннан кейін бірден бері жіберейін. Құрметті Орлан Сабитұлы, сапалы білім мен саналы тәрбие берудегі қажырлы еңбегі үшін шынайы алғысымды білдіремін. Ұстаздық жолындағы табандылығыңыз, мейіріміңіз бен кәсіби біліктілігіңіз әрбір оқушының жүрегіне ерекше із қалдырды. Сізге мықты денсаулық, мол бақыт, еңбегіңізге толағай табыс және шығармашылық жетістіктер тілеймін. Ұрпақ тәрбиелеуге абыройлы қызметіңіз әрдайым ел құрметіне бөлініп, еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз. Аманат партиясының 7 облыстық филиалының төрағасы Арын жаңа қандай тақырыпта алғыс хатпен құрметті Зәуре Галияллановна құттықталды. Ардагерлеріңіз осы мектепте 13 жыл қызмет істеген. Анасымен түспей қалдық қой жаңа. Қуаныш Тыныштықбаевна жағындай тақырыппенен құттықталады. Арыстанғали Арын. Қалалық мәслихаттың құттықтауы білім саласындағы мінсіз қызметі өскелең ұрпаққа білім беру мен тәрбиелеу жұмысына қосқан үлесі, жауапкершілігі, жоғарғы кәсіби шеберлігі және қоғамдық жұмыстар үшін Назым Қыдырғалиевна Абуғалиеваға шынайы алғысымызды білдіреміз. Қалалық мәслихаттың төрағасы Ақажан. Осындай тақырыпта Аяулым Серікболатовна Аубакироваға алғысымызды білдіреміз. Темірболат Ақажан, қалалық мәслихат.
Ал енді мен негізгі миссиямды бітірдім. Сіздерге тағы да осы түлектерге ақ жол, өмірдегі армандарыңыз орындалып, мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Толағай табыс тілеймін. Ұжымға, ата-аналарға барлықтарыңызды құттықтап, мына білім күні болып, дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейді. Сөз кезегі Ақбаян Асқарқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті түлектер, құрметті ұстаздар, ата-аналар. Бүгінгі оқу жылының аяқталуымен барлықтарыңызды құттықтаймыз. Жалпы Жетісу облысы бойынша 131 мыңнан астам оқушы осы оқу жылын сәтті аяқтап отыр. Оның ішінде 8 мың жарымнан астамы 11-ші сыныпты бітіріп аяулы мектептерінен түлеп ұшып отыр. Оның 682-сі қызыл аттестатқа, 462-сі алтын белгі үміткерлері болып табылады. Осы арада мектепті түлеп ұшайын деп отырған түлектерге өздеріңіздің армандаған ұлттық бірыңғай тестілеуден балдарыңызды алуға, армандаған мамандықтарыңызға түсіп, аман есен қолдарыңызға жемісті дипломдарыңызды алуды тілеймін. Сол асқақ армандарыңызға аман есен жетіңіздер. Құрметті ұстаздар, сіздер ғалым да, шахтер да, алдарыңызда бас етін ұлы тұлғасыздар. Осы мектепте жаңа айтып жатыр, халықаралық деңгейде, республикалық деңгейде орын алған шәкірттеріңізге толассыз, үздіксіз берген білімдеріңіздің арқасында осындай жетістіктерге жетіп отырсыздар. Құрметті ата-аналар, осылай маржандай етіп, үкілеп, өсіріп отырған балаларыңызға әрдайым қолдау болып, әрдайым ашық есік болып, осы баланың мектептен түлеп ұшқанша барлық арман мақсаттарына жетуге бір қанат болып, қолдауларыңыз үшін көптен көп рахмет. Бүгінде түлектердің ата-аналарына тек қана осы түлектердің жақсылығын көруге, жемісін көруге шын жүректен тілектеспін. Оқу жылының аяқталуымен Жетісу облысының білім басқармасының атынан тағы да бір мәрте құттықтаймын. Рахмет. Түлектердің анасы Галимжанова Мира Алтайқызына сөз кезегін табыстаймыз. Сөз береміз. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушы, жас түлектер, сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Түлектерге ақ жол, сәтті сапар, ұмытыларының жоғары балалып, қалаған мамандықтарына түсуге Алла нәсіп етсін. Жас түлектер, қадамдарыңыз нық, болашақтарыңыз жарқын, үлкен азамат, азаматша болып өсіңіздер. Ұстаздар, сіздерге мың алғыс. Слова поздравлений согрели наши сердца, и мы продолжаем наш праздник. Молодое поколение нашей школы гордится своей страной и дарит этот музыкальный номер всем приветствующим. Шашады, шуақ
құттықтау сөз кезегі Азат Қанатұлына беріледі. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, мектеп ұжымы, ардақты жас сақшылар. Бүгін біз тағы бір оқу жылының сәтті аяқталуына куә болып отырмыз. Бұл білім мен еңбектің шыдамдылық ізденістің жемісі. Баршаңызды осы маңызды кезеңнің аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Әсіресе мектеп қабырғасынан түлеп ұшқалы тұрған жас сақшы полиция сыныбының түлектеріне айрықша құрметімізді білдіреміз. Сіздер тек жақсы оқумен шектелмей, тәртіп пен жауапкершіліктің, адалдық пен отанға деген сүйіспеншіліктің үлгісін көрсеттіңіздер. Болашақта ел тыныштығы мен қоғам қауіпсіздігіне үлес қосатын нағыз азамат болып өсулеріңізге сеніміміз мол. Құрметті оқушылар, тағы бір оқу жылын артқа тастап, үлкен белестерге қадам басқалы тұрсыздар. Жазғы демалыстарыңыз жарқын естеліктер толы, пайдалы әрі қауіпсіз өтсін. Құрметті Жазира Камизан қызы, сізге және ұжымыңызға, балаларға білім мен тәрбие берудегі қажырлы еңбектеріңіз үшін ерекше алғысымызды білдіреміз. Құрметті жас сақшылар, алдағы өмір жолдарыңыз сәтті, болашақтарыңыз жарқын болсын. Еліміздің тірегі болар, нағыз азамат болып өсулеріңізге тілектеспіз. Осы салтанатты сәтте сіздердің рұқсаттарыңызбен Жетісу облысы полиция департаменті бастығы, полиция генерал-майоры Сартбай Закирұлы Құсайыновтың атынан мектеп ұжымына сапалы білім мен тәрбие жолындағы қажырлы еңбектері үшін алғыс хаттарды табыстауға рұқсат етуіңізді сұраймын. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Жетісу облысының полиция департаментінің алғыс хаты. Құрметті Жазира Камизановна, жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие берудегі қажырлы еңбегіңіз өскелең буынның бойында отан сүйгіштік, тәртіп пен жауапкершілік қасиеттерін қалыптастыру жолындағы табанды қызметіңіз үшін шынайы алғысымызды білдіреміз. Жас сақшы полиция сыныптарының жұмысын дамытуға қосқан үлесіңіз, құқық қорғау саласына қызығушылық танытқан оқушыларды тәрбиелеудегі қолдауыңыз бен жанашырлығыңыз ерекше құрметке лайық. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық, қызметіңізге толағай табыс пен жаңа жетістіктер тілейміз. Жетісу облысы полиция департаментінің бастығының уақытша міндетін атқарушы полиция полковнигі Бауыржан Сапар. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Жетісу облысының полиция департаментінің алғыс хаты. Құрметті Әділет Айканович, жас ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелеуге, құқықтық мәдениетті қалыптастыруға және жас сақшы полиция сыныптарының қызметін дамытуға қосқан елеулі үлесіңіз үшін шынайы ризашылығымызды білдіреміз. Сіздің кәсіби біліктілігіңіз бен жауапкершілігіңіз арқасында оқушылар тәртіпке, адалдыққа, отанға қызмет ету құндылықтарына тәрбиеленіп келеді. Өскелең ұрпақтың болашағы жолындағы еңбегіңіз жемісті болып, абыройыңыз арта берсін. Сізге мықты денсаулық, отбасылық бақыт пен қызметіңізге табыс тілейміз. Жетісу облысы полиция департаментінің бастығының уақытша міндетін атқарушы полиция полковнигі Бауыржан Сапар. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Жетісу облысының полиция департаментінің алғыс хаты. Құрметті Жанна Фархат қызы,
жас сақшы полиция сыныптарының оқушыларын тәрбиелеудегі белсенді еңбегіңіз шәкірттердің бойына адамгершілік, патриоттық және тәртіптік құндылықтарын сіңдірудегі жоғары жауапкершілігіңіз үшін сізге зор алғысымызды білдіреміз. Сіздің педагогикалық шеберлігіңіз бен жанашырлығыңыздың арқасында оқушылар қоғамдық тәртіпті құрметтеуге, ел болашағына бей-жай қарамауға тәрбиеленуде. Еңбегіңіз әрдайым еленіп, шәкірттеріңіздің жемістігі сізге қуаныш сыйласын. Сізге шығармашылық табыс, зор денсаулық және толағай жетістіктер тілейміз. Жетісу облысы полиция департаментінің бастығының уақытша міндетін атқарушы полиция полковнигі Бауыржан Сапар. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Жетісу облысының полиция департаментінің алғыс хаты. Құрметті Ернар Беделхан, жас сақшы полиция сыныптарының оқушыларын тәрбиелеудегі белсенді еңбегіңіз шәкірттердің бойына адамгершілік, патриоттық және тәртіптік құндылықтарын сіңдірудегі жоғары жауапкершілігіңіз үшін сізге зор алғысымызды білдіреміз. Сіздің педагогикалық шеберлігіңіз бен жанашырлығыңыздың арқасында оқушылар қоғамдық тәртіпті құрметтеуге, ел болашағына бей-жай қарамауға тәрбиеленуде. Еңбегіңіз әрдайым еленіп, шәкірттеріңіздің жетістігі сізге қуаныш сыйласын. Сізге шығармашылық табыс, зор денсаулық және толағай жетістіктер тілейміз. Жетісу облысы полиция департаменті бастығының уақытша міндетін атқарушы полиция полковнигі Бауыржан Сапар. Қоштасудың қиын сәтін жеңетін, жүректерге жақсы үміт беретін, бейне түлек, сиқырлы әуенімен өзіңді бүкіл әлем көретін. В этот знаменательный день наших выпускников пришли поздравить самые младшие ученики нашей школы, те, кто только начинает свой путь по дороге знаний. Встречайте наших первоклассников! Жақын болсын тойында, ұстасаты анан, ақымыздың ақта. Мектеппенен қоштасын, арманымен достасын, алдан үлкен жол бар, қадам баста алған тұр. Ты стоишь в дороге большой, мир зовет за мечтой и судьбой. Пусть успех будет рядом всегда, не теряй доброту никогда. Жас түлек тамыр жаятыз, абыройың асқақ боп, өмірден бақыт табат. Алымға ұмтыл санға ауыз, болашақ күтер жақтаңыз, жауан болсын жас түлек, жетелей берсін ақ түлек. Мектептен шыққан түлектер, оңды болсын қадамың, жаңа өмір шаттық әкеліп, орындасын арманың. Тарадай болып кәден мектепке бұл, таудай болып ұшып сендер барасыңдар, қанаттарың талмасын, жас түлектер, болашақта мамандық аласыңдар. Адалдықтың адаспа бағытынан, өтсе тағы жолында қағып тұман, қаймық бағын жас түлек, тек қанала бекелі болып сен сайқыран. Отырбап арманың кемесіне, мақсатына бірденді жеті білген, жас түлексің мектептен түлеп ұшқан. Құтты болсын қайраттың күшпен жүге.
вас в вихре танца этот прощальный школьный вальс. В нем нежность первых чувств и легкая грусть расставания, и светлые мечты о будущем. На сцене наши выпускники. Күміс қоңырау сыңғырла соңғы рет, түлектердің жүрегіне берменен, балалықпен қоштасатын осы ұғын, болашаққа ашсын жарқын бір бекет. Этот звонок не похож на те, что звали вас на уроки. В его мелодии эхо 11 школьных лет. Пусть он летит над школой, прощаясь с вашим детством и приветствуя вашу юность. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы шығарылсын.
осымен 2025-2026 оқу жылының аяқталуына арналған салтанатты жиын жабық деп жариялаймыз. Алдағы емтиханға сіздерге сәттілік. Соңғы қоңырау бұл жаңа өмірдің бастауы. Жолдарыңыз болсын, жас түлектер. Последний звонок – это начало нового пути. В добрый путь, дорогие выпускники! Ортаға 11 сыныптың түлектері Ордабай Әділет, Айтбай Айым, Каримова Ясмина, мектеп әнімен. Шашатын ертеңіме жарық артадан сусыз аспанға жаңа өмір бастауға жетеміз біз асқарға артадан сусыз аспанға жаңа өмір бастауға жетеміз біз асқарға деген сөзден бастаған өмірдегі мектепке алғаш есік ашқаннан ұстаз берген қолыма ең алғашқы әліппе түстім арман жолына ақыры екі әріппен түгі болам қызыққа туған үйден сыйым қазақ тілі физика алгебра химия ең алғашқы еркелік сабақтардан қашқанбыз күлім қалған класстағы жүзімнен нұр шашқан қыз естен кетпес көктемім жүрегінің жыраны ақ күмбезді мектебім бақытымның тұрағы. Мектеп еркін тұр. Құрметті сынып жетекшілер, оқушылар мен сыныптарыңызға кіріп, тәрбие сағаттарын өткізулеріңізді сұраймыз. Осымен іс-шарамыз жабық деп жариялаймыз. Армысыздар, құрметті әріптестер, ұстаздар, ата-аналар, және де әрине менің оқушыларым. Сендерді бүгінгі соңғы ғұмыр мерекесімен құттықтаймын. Өмірде талай алда алатын белестерің көп болсын. Енді биылғы соңғы ғұмыр сабағы бізде тек қана қоштасу ғана сабағы емес. Сонымен қатар
болашақ өмірдің болашақ табалдырығына қадам басатын кездерің тек қана ата-аналарының үміттерін ақтай беріңдер. Сәт сапар тілектеген сынып сабағымызды бастап жүріп беріңіздер. Бүгінгі бізде бірінші бөлімде ностальгия, яғни сыныптың кішкентай кезіндегі суреттерден бастап, осы кезген суреттерін қазір мен көрсетемін, сіздер айту керексіздер, қай сынып, қай кез екенін, иә? Так. 7-ші класс. Қай класс? 8-ші класс, қай классыздар? Олай көттаға. Так, бұл да 8 сынып. Қандай болар бала? Ағай, понимаешь, 8 сынып. Ағай, қыз кішкене. Так, ағай 8-ші март қой. 8-ші март қай жерде? Ой, ауылда 8-ші март. Это ағай 9. Оғыл ағай 9. Кім форма кемектенген ба? Иә, форма кемектенген. Сол кезде мен неге келген болдым, суретті азаматқа жіберген болдым, суретті. Тағы форма кемектенген. Тағы форма кемектенген. Форма кемектенген. Леонки форма кемектенген фотолар ма? Қасырларды бар. Қауыртысын. Ацет алған кез. Саға кім келді? Ағайна 9-ші класста емес па, ЕВП-да? Иә, Айдос бар екен, иә? 9-ші класс. 10-ші классына бағай. Яш 16 ғана? 16. Тағы 16. Тағышы. Аға дұшы. Өңкей дұшы ма? Ағайды қара. 9 ағай, 10 бұл. Информатика сабағы. Мынау. Айсы, бұны бәрі қайдан бар? Бұл кім қашты, кім қашпады ғой? Форма. Мынау кім қашпады? Біз емен арқай. Қайда баратсыздар? Асты, әмер отыр. Колледж var. Bekar falan güzel. Aklında bile var ya. Dani var. Aslan ağay. Aslan sıkmaydı.
болсын. Абай кез. 11 sınıf, 10 sınıftın bası var. 11 sınıf. 11 sınıftın 1 sentabr ya. Mынау 11 sınıf. Bizde sende бар, точно sende бар. Алсықтарың қай? Екінші орын алғанымыз бар. Давай 8 бақ қай болсын? 9-дан кейін барған кез. Акцент алғаннан кейін кез барған кез. Иә, қойды бал шекер. Осыма аяқталды. Настроение. Енді бізде үшінші бөлім уақыт капсуласы деп аталады. Қазір біз әрқайсымыз болашаққа хат жазамыз қазір. Сол хатты ешкім оқымайды. Қазір неге наға саламыз, замоға салам. Сосын 10 жылдан кейін бұйырса амандық болса, осыны ашып оқимыз. Он жылдан кейін мен қандай боламын, менің арманым 10 жылдан кейін біз қандай жетістіктеріміз деген сияқты. Ешкім оқымайды. Ne basas tepip tut. Şık normal. Sen konuşsana. Orada böyle yani. А вы это расстройство? Знаете, там так Вот бар. Вот бармыз. Асып. Hatta kamerası var.
Haberimiz oldu mu? Oldu mu bize? Sağ ol, sizden açarız. Tilekleri var. Sol tilekleri muhaliflerine, atalarına açıp etse. Çıkar efendim. Çağırız. Давайте бай поставим. Енді мен бастайын. Бізді алда үлкен өмір күтіп тұр. Енді осы баршамызға осы алда тұрған емтихандарымызды жақсы тапсырып, қалған жоғары оқу орындарына түсуіміз сәл қобалжып тұрғаным бар. Өзіміздің қалаған жоғары оқу орындарымызға түсуге тілектеспін. Енді осы бізді оқытып, осы 1-ші класстан бері келе жатырмын, осы мектепте. Мені оқытқан барша мұғалімдерге алғысым шексіз. Рахмет сіздерге. Енді біздің мұғалімдерге дейтін кішігірім сыйлығымыз бар. Енді бір-бірден табыстайық. Аяулы сынып жетекші ұстаздарым, осы уақытқа дейін бізді өздеріңіздің хаттарыңызды алып, анамыздың қамқор болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздердің жылуларыңызды ешқашан біз ұмытпаймыз. Көп рахмет сіздерге. Осы оқу жылы бізде оңай болмады. Сенің көбінесе енді ұлттық бірыңғай тестілеуге деген дайындық болды. Я жылдың басында бәрімізге ол қиын болды. Сабаққа деген желаниямыз, мотивациямыз қатты болмады. Ал сіздер бізді алға қарай тартуға тырыстыңыздар. Сол үшін сіздерге бүкіл сыныбымызбен үлкен рахмет айтқымыз келеді. Құрметті ұстаздар және ата-аналар, сіздерге көп рахмет. Осы біздің қуанышымызды бөліп келгендеріңізге және де осы алдағы ұмытымызда жоғары бағалайық. Және әрқашан осылай бір-бірімізді қолдап жүрейік. Мектептегі соңғы қоңырау біздің бізге үлкен жауапкершілік жүктейді. Енді біз еліміздің қалаларын, отанымызды қорғап дамытатын азамат болдық. Сонымен қатар осы азамат болған жолымызда бізге көмектескен, дұрыс жолға итермелеген, жан жақтыра үйреткен ата-ана мен мұғалімдерге шексіз рахмет. Осы қасымдармен соңғы 2 жылда қоңырауды күліп, ойнағымызды есіне алады.
сіздерге көп рахмет. Ал достар, менің еңбегі университетте оқып жатқан ата-аналар, коллегалар, бізді оқытып көмектесіп бәріне көмек жатқандарыңызды, бізге поддержка жатқандарыңызды, және өзіме оқып жатқан достарыма да көп рахмет етемін. Ал құрметті ата-аналар, мен аты-жөнім Абубакир Байтхан. Осы әсілімде Нәлбек классында оқып келемін. Сымбатты да сүйікті класстастарым, сіздерді оқып бітірулеріне құттықтаймын. Мен бәрі аяқталған жоқ, бәрілеріне Ата-аналар, апайлар, ата-аналарға келгендеріңізге рахмет жасаймын. Бәріңізге көп рахмет, ата-аналарына көп рахмет. Еркеліктеріңізді көтеріп, ел есептігіңіз үшін соңына шығып беріп жүрген ағайымызға рахмет, ата-аналарға рахмет. Құрметті ата-аналар, апайлар, сіздердің сөйлеп отырғандарыңызға үлкен рахмет. Сіздердің қолдауларыңыз біздің ең қатты, ең басты мақсатымыз. Сіздердің көтеріңіздер, сіздерге рахмет. Құрметті ата-аналар, осы 10 күндағы біз ендігі ғана келген, бір жыл ғана болып, осы бір жылда бүкіл елмен табысып, дос болғанымызға өте қуанамыз. Және де алда келе жатқан ентідан жақсы балалық шағында бүкіл елді жақсы көреміз. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, осы соңғы қоңырауға әрқайсымызға келіп қуаныш және де жақсы естеліктер қалдырсын. Көп рахмет. 10 сыныпқа дейін сабақ беріп жатқаныңыз. Сіздердің әрбір жетістік, біздің әрбір жетістігіміз сіздердің арқаңызда. Сіздерге мақтаныш етеміз. Көп рахмет. Мектеп бітіруші түлектер, оқушылар, қолдарынша әсілімі және құрметті ата-аналар, ұстаздар, бүгінгі үлкен өмірге қанат қағайын жатқан біздің түлектер, қадамдарыңыз құтты болсын. Бүгінгі соңғы қоңырау сіздер үшін болды. Сондықтан үлкен қандай ата-ана болсын, ойлайды. Балаларын жақсы білім алса екен, жақсы өмірге қанат қақса екен деп. Сол армандарыңыздың бастысы орындалды деп ойлаймын. Енді алда сіздерге үлкен балалардың сынағы күтіп тұр. Ол жаңағы үлкен жоғарғы оқу орнына түсу. Сол мақсаттарыңыз балалар сіздерге тілейтін арғы жол. Бүгінгі мейрам құтты болсын. Алдағы жаңағы енді ұбт деген соны аман есен тапсырып, грант иелері болуларына шын жүректен тілектеспін. Және бүкіл мұғалімдер де соны сіздерден тілейді. Тек қана ата-аналарыңды сыйлап, жақсы азамат болып, ата-аналарының оң қолы болуларына мен сіздерге тілектеспін. Және жолдарыңыз ашық, тек қана қуанышта болыңыздар деп тілеймін. Құтты болсын бүгінгі мерекелеріңіз. Балаларыңызды бірге отқан ата-аналар, оқушыларым, енді онда бәрі деймін, дәу мамасы болып келемін деп айтайын. Атасы мен апасын жоқтатпай келіп жатырмын. Жүрегім қуаныштан толқып тұрмын. Мені 11 жыл оқып, мектепті бітіріп жатсыздар. Енді адам бір ерекше сезімде болады. Өзіміз бірлік, өзіміздің көңіліміз болса. Жаным өзі әділет кішкентайынан өзі білімге құштар болған. Міне біз оның дәлелі, міне 6 сынақта жасынан енді бір грант иегері болса екен деймін. Енді қалған балалар бәріңіз осы сыныпта міне Маржан апай менің оқушым. Айта алмай тұрмын соны. Мен бұл кісінің ұстазымын. Ұстаздан ұстаз жақсын, ұстамы жақсын дейді. Шәкірттің өзімен озып тұр міне.
қандай көңіл толқып жатыр. Маржанның міне ол сыныбын бітіргізіп жатыр. Аллаға шүкір, балаларымыздың бәрі жақсымен көңілімізден шығып, үмітімізді ақтап, бәрі бір маманың есі болса екен, ата-аналардың еңбегін ақтаса екен. Көз қуанышымыз болып, аман есен жайып жатыр ғой. 10 жылдан кейін кездесіп, бәріңіз осылай аман есен осы жерде қауышыңыздар. Алла қолдасын бәрін. Айналайын жас түлектер, айналайын деген сөз қазақта ерекше бір сезімге толы, мейірімге толы сөз ғой. Оны екінің бірін айта бермейді, ең жақсы көретін сыныптарын айтады. Сондықтан айналайын жас түлектер, қадамдарың әрқашанда ашық болсын, бір-бірлеріне сыйластықтарың арта берсін, алдағы жолдарың тек қана сәттілікке, қуанышқа толы бола берсін, абыройларың асқақ, беделдерің биік болсын. Тек мынау кірмесе 14-ші орта мектеп гимназиясының оқушылар деген атқа лайықты болып біз мақтан тұтып жүре берейік. Тек қана сендерге сәттілік тілеймін балалар. Әрқашанда бір-бірлеріңді ұмытпай, ұстаздарыңды ұмытпай, алтын ұя мектептеріне келіп тұрыңдар. Сәттілік, жақсылық қана тілеймін. Қадамдарың құтты болсын. Енді құрметті ата-аналар, бүгінгі алдымызда ұзаққа ұшып самғайын деп отырған осы 11-ші сынып оқушылары. Бұл жерде менің алдыма 5-ші сыныптан да келіп отырған оқушылар бар. 5-ші сыныптан бастап білемін, кейбіреуін. Енді ата-аналарға айтқым келеді, осы мәпелеп отырған ұл-қыздарыңыз, үміттеріңізді ақтасын, биіктерден көрініп тек жақсылығын көрсетсін сіздерге. Енді қайда жүрсеңдер де тілің, қазақ тілі мен қазақ ұлтына деген патриоттық сезімдерің жоғары болсын. Әрдайым әр сабағында қайталап айтып отыратынмын, сендерге ұлтым деп әрқашан жүректерің қайда жүрсеңдер де соғып тұрсын. Құрметті ата-аналар, құрметті бүгінгі сынып 1-ші А оқушыларымен толықтырмыз, әрине толықтырмыз. Әрқайсысының орны бөлек, ерекше. Оны бөліп жармай қояйын, өздерің білесіңдер, сабақтан айтамын сендерге. Тек қана жол, бақыт болыңдар, сәттілік серіктерің болып, ортадан аман есен балдарыңды алып, ата-аналарыңды, мектептеріңізді қуанта беріңдер. Бақтарың ашық болсын, жолдарың ашық болсын. Қазақстанның жақсы бір елеулі ер азаматтары мен қыздары. Ал енді құрметті оқушыларым, сіздерге ақ жол тілеймін. Әр оқушының жүрегінде қалаған мақсат, арман бар ғой. Өздеріңіздің алда қойған шекті балдарыңыз бар, осындай балға жетсем екен деп. Сол балға жетуді Алла нәсіп етсін. Құрметті ата-аналар, енді міне балаларымыз 11 бітіріп, жүректеріңіз өкілдеп, қалай деп отырсыздар. Барлық жақсылық деймін. Сіздердің үміттеріңізді ақтасын балапандарымыз. Биіктерден көрінсін. Мына біздің Қазақстанымыздың бетке ұстар азаматшалар мен азаматтар болсын. Біз сіздерді болашақта көріп, қуанып, шаттанып жүрейік. Ой, менің балаларым, біздің шәкірттеріміз деп. Осы сынып тәрбиелеп отырған Мағжан ағайсызге көп рахмет. Сынып өте тәрбиелі, сондай әр баланың өзінің орны ерекше, әр бала өзінше дарынды. Сондай бір енді керемет бетке ұстар сынып деп айта аламын. Алла тағала соны нәсіп етіп, ұбт-дан жоғарғы бала алып, грантқа түсіп нәсіп етсін балалар. Ата-аналар, оқушылар, ұстаздар біздің мектептің шыны керек осы сыныпты кішкентай кезден алғалы. Білем ғой, 2-ші сынып жетекшісі мен шығармын деп күнде жиі көремін ғой. Мен пәнім бойынша. Өздерге білесің, иә сізді жиі көреміз деп. Ең бірінші ата-аналар сізге рахмет айтқым келеді. Осындай балаларды өсіріп отқандарыңызға, ары қарай сіздердің үміттеріңізді ақтап, жолдар әрдайым ашық болсын. Сіздер үшін де, біздің үшін де бір толқын сәттік негізі. Мынаяққа шыққан себебім түрлерін сағынып қалдым шыны керек. Көрінген. Барлықтарыңызға тек ақ жол тілеймін. Алдағы бір өмірлерімізде келе жатқан маңызды сәт, яғни ол бір кезең дейік, ұбт-дан аман есен өтіп,
өздеріңіздің ойлаған алғыларыңыз келген балды алып бір маман иесі болып жаңағы айтып отырсыздар ғой 10 жылдан кейін аман есен кездесіп соны оқып жатқан кезде әрқайсыларыңыз бір мықты маман иесі болуларыңызға тілектеспін. Тек Ақжол бар жақсылық тілеймін. Болыңыздар. Шынымен де өзім сыныбымдай толқын сезім екенін түсіну керек. Өзім декретте болғаннан кейін вообще не өткірмес. Рахмет сізге тапсырғандарыңызға. Әрқайсының көзі де несі де ыстық қой, шыны керек. Бар жақсылық тілеймін, аман болыңыздар. Балаларына жазған хаттары бар екен. Сол хаттарды балалары қазір оқып берсе. Балам өмірі мектеп бітіруің болсын. Саған өмірде Ақжол сәттілік тілеймін. Балаға оқудан сүрінбей өтіп жоғары балл жинап. Қалған оқуыңызды үлкен мамандық иесі бол. Мен сені әрқашан қолдаймын. Айналайын, Асылжан балам, өзіңді жақсы көретінін қалай жеткізерімді білмеймін. Сен үшін әкең екеуміз барымызды беруге дайынбыз. Балаға ең қажет нәрсе ол атаның батасы дейді. Жолы қашан ашық болсын ботан. Сені өмірге алып келген сәтті бақытты ұмытпаймын. Сені қалай өскенің көз алдында тұрпайды. Аспанның бізге берген уақыт үлкен сыйын. Жақын ақ. Нешерін ғана оқисыз, баланың өзі ғана оқиды екен деп көп тілек жасап. Осыны адал бол, айналасы мейірімді бол. Таңдаған мамандығыңды мықты шапақ маманы бол. Мектеп өмірі артта қалды, алдында күтіп тұрған жаңа өміріңді өмір белестің тарынан сүрінбей өте беруіңді тілейміз. Ясмина, поздравляю тебя с окончанием школы. Сегодня заканчивается важная этап твоей жизни и начинается новый. Полные возможностей и жизнь. Я горжусь тобой, твоим трудом, терпением и тем, какой замечательной девушкой ты выросла. Пусть впереди тебя ждут только светлые дороги, верные друзья и большие успехи. Не бойся мечтать, пробовать новое и идти со своим умом. Пусть знания, которые ты получила в школе, станут крепкой опорой в жизни. Желаю тебе уверенности в себе, вдохновения, здоровья и ценностей, любви в жизни. Оставайся такой же доброй, красивой и искренней. Самое главное, ты сама, как я, как я говорила, неважно, самое главное, неважно оценки, самое главное знание. С окончанием школы, моя любимая дочка, я тебя люблю. Әдет балам, көздеген мұрат мақсаттарыңа қол жеткізіп, армандарың орындалсын. Келешегің кемел, болашағың нұрлы болсын. Жұртқа жоғымда елге сүйкімді қалпыңнан айнамай алға талай асысу белестерді бағындыра бер. Жалғанда жамандық көрмей, өмірің уайым қайғысы өтсін. Арты оқымаған айсай. Ұлыма айтар ақылым мықты болсын, тақымым тек тоқтамай жүре бер, өз өмір жолын болсын. Балам қайда жүрсең де жолың ақ болсын, денсаулығың мықты, өмірде аздап аңсаған арман жетістікке жетуіне тілектеспін. Қастарыңдағы достарың адал болсын, жаның қайда жүрсең де ана қасында өз өмірің болсын. Бұл мектеп аяқтап өткен өмірге қадам басқа отырсын. Өзіне сенімді болып, әрқашанда айтып отыратын ақылым, үлкен сыйлық, жолын сыйлық, мейірім бол.
рас болам, бүгін сенің өміріңдегі ерекше күн. 11 жылдық мектеп жолын аяқтап, үлкен өмірге қадам басып тұрсың. Осы уақытқа дейінгі еңбегің, табандылығың, дайындығың үшін мен сені мақтан тұтамын. Алдынан ашылатын жолдар жарқын, армандарың асқақ болсын. Қай жерде жүрсең де адамгершілігін жоғалтпай, адам бол, білімге ұмтыл. Қиындық кездессе мойыма, өйткені сенің қолыңнан бәрі келеді. Әрқашан жүрегіңнің қалауын тыңдап, өз бақытыңды таба біл. Саған мықты денсаулық, шексіз бақыт, сәттілік пен жарқын болашақ тілеймін. Армандарың орындалып, ел мақтан тұтар азамат бол. Қанатың қатайып, биікке самға құлыным. Қыздар. Міне бүгін сен үшін ерекше күндердің бірі. 11 жыл бойы алған өмірім, үлкен өмірімнің арманым менің өмірімнің нәтижесін көрген сәтке жеттім. Кеше ғана кішкентай бүлдіршін болып мектепке балтырын аңдаған қызыма бүгін қарап отырып жүрегім лып етті. Осы жылдар ішінде сен тек білім алып қана қойған жоқсың. Өмірді танытқан достар таптың, талай қуаныш пен қиындықты бірге өткердің. Әрбір жетістігіне қуанып, әрбір уайымына алаңдап, әр қадамын сырттай бақылап отырған. Сенің өсиетіңді, сезгеніңді көру мен үшін үлкен бақыт. Менің асыл арманым 11-ші сынып өмірдегі ең маңызды белестердің бірі. Бұл жол сен үшін үлкен сынақта, үлкен мүмкіндікте болмақ. Әр күніңді бағалап, уақытыңды тиімді пайдаланып, арманына сеніммен қадам басуыңды қалаймын. Қандай қиындық кездессе де мойыма, сенің қолыңнан бәрі келеді. Құрметті мектеп ұжымы, ата-аналарының жетекші Мағжан ағай, оқушылар, Қазым Айтбай, сіздерді соңғы қоңырау мектеп бітірулеріне құттықтаймын. Осы мектептің ұстаздарына жауабы табыс, білімді шәкірттер тілеймін. Ата-аналар балаларымыздың жолдары болсын, денсаулықтары мықты болсын, қалаған амандық болсын. Бүгінгі қуанышты күн құтты болсын. Бұл күн өміріндегі ең маңызды күндердің бірі. Саған ақ жол, үлкен бақыт, мықты денсаулық, жарқын болашақ тілеймін. Құрметті мектептер, ата-аналар, сүйікті біздің ұстаздарымыз, мінекей оқу жылын аяқтап, 11 жыл мектепті оқып, барлық білімді меңгеріп, жақсы қасиеттерді ойларына сіңіріп, өмірге аттанғалы отырсыздар, құрметті оқушылар, түлектер. Енді алдыдағы міне кішкене ғана белес, ент деген, ұбт деген соны сәтті аяқтап, жаңағы ойларға балдарыңызды алып, жаңағындай кәсіптеріңіз кәсіби ағарата шыңдалып, университеттерге түсіп, сондай жетістіктер тілейміз, құрметті оқушылар. Бүгін енді міне партада ата-аналармен бірге қандай әдемі отырсыздар. Енді мектебімізге келіп тұрасыздар әлі, білесіздер, бізде әлі экзамендар бар. Соңғы жаңағы выпускной бар. Сол барлық жағдайларды әлі көреміз, бірақ бүгін сондай қобалжитын сәттеріңіз, соңғы қоңырау, бүгін соңғы қоңырауды естідіңіздер. Жалпы айтатыным, өмірде өздеріңіздің ұстанымдарыңыз болсын, мақсаттарыңыз болсын. Сол мақсатқа бір кішкене қадам, күнделікті сол мақсатқа қадам жасай берсеңіздер, оған жетесіздер, қай кезде болсын. Ата-аналарыңызды қуантып, жетістіктеріңізбен жүре беріңіздер. Біз сіздердің жетістіктеріңізді естіп, қуанып отырайық. Барлық жақсылық тілеймін, құрметті ата-аналар, балаларыңыздың дені сау болсын, өмірде ұзақ, барлық жаңағы сіздердің армандаған, өздерінің армандаған жетістіктерін еңсере берсін. Сәттілік тілеймін, қадамдарың оқ жаусын. Осы
осы мектепке келгенімде өзім қарап отырып, мен өзімнің жастық шағым есіме түсіп отыр. Осы мектептің қабырғасы кербесі қаланып жатқан уақытта ең алғашқы ұстаздық жолымды осы мектептен, осы кабинет, биология кабинеті болатын осы кабинетке бастағанмын. Содан кейін бізді мына Мағжан Жұмабаев мектебіне ауыстырып, бала деген аз, онда қазақ класстары өте аз, бәрімізді сонда алып кетіп, класстар көп ашылып, содан ары қарай еңбек жолымызды жалғастырдық. Сол жерден жаңағы зейнетке шықтым. Енді мен осы мектепте жаңағы 3 немерем оқыды. Үлкен қызым қазір Алматыда психологиядан жұмыс жасап жатыр. Екінші ұлым шекара қызметіне орналасты. Үшінші ерке ұлайым енді. Айлы шеріші еркелетіп берді, мен мағжанмен. Енді балалар менде класс жетекші болдым. Сендер сияқты 40 жылдан неше баланы алдымыздан өткерді. Сонда менің оқушыларым келіп айтады ғой, апай, бізді сіздер сияқты түгендейтін ешкім жоқ екен. Енді былай жоғарғы оқу орнына түссек те, мектептен кеткеннен кейін де өзімізге өзіміз жауап береді екенбіз деп. Келіп мойындап, сіздер бізді неге қаласыңдар сабақта, неге оқымайсыңдар, неге кетесіңдер деп бізден сұрап отырушы едіңіз деп. Енді былай шыққаннан кейін ешкім де бізді сұрамайды. Әркім өзіміз үшін тырыстық, өзіміз үшін тырысамыз дейді. Енді қазір сол балалардың барлығы әрбір жерде үлкен қызмет істеп, әлі күнге шейін хабарласып тұрады. Енді бүгін соңғы қоңырауда сендер мектеппенен қоштасып жатырсыңдар, балалық шақпенен қоштасып жатырсыңдар. Енді сендер ата-аналардың үмітін ақтауларың керек. Енді сендердің міндеттерің ешкімге сенбеңдер, өздерің сеніңдер. Жаңағы абай аталарың айтады ғой, досқа сенбе тұрса да көзге мақтап, ақылыңа сен, өзіңнің еңбегіңе сен, екеуі алып шығады, екі жақтап деп. Мінекей, сондықтан өздеріне ғана сенулерің керек. Қандай қызметте жүрсеңдер де, қай жақта жүрсеңдер де, кіммен дос болсаңдар да, достың адалы да болады, арамы да болады, көре алмайтыны да болады. Жан-жақтарға көздерін ашып қарап, ойланып, бақытты болуда, жақсы өмір сүруде, жақсы мамандық алуда бәрі өздерінің қолдарында. Ата-аналар міндеттерін атқарды, 11 класты бітірдім жатыр. Енді ары қарай да көмектеседі ғой, бірақ та жауапкершілікті көбінесе өз мойындарына алыңдар. Жолдарың болсын ата-аналар, еңбектерін ақтап, бала-шағаларын қызын көріңдер. Енді 10 жылдан кейін бала-шағасымен келіп, немерелерін көріңдер. Менің жолымды берсін. Енді жаман жақсы оқушыны қозатымыз, жаман ұстаз болғанымыз жоқ. Енді ұстаздар біздің жолымызды беріп, біз сияқты зейнетке шығыңдар. Құрметті ұстаз болыңдар.
сағат аяқталды. Балалар, сіздерге тағы да айтайын. Ешкімнен ала жататын мақтамаңдар.